жатқаныма ертең ровно 1 ай болады. Бальзамнан бастадым, қазір мына спрейді ішіп жатырмын. Осыны естіп, керемет дегеннен кейін. Менде результат мынандай болып тұр. Менде өтінде проблема, желчный пузырьда майысқан жері бар дейді, искривление дейді ғой. Сонымен мені 15 жылдай болды страдать етіп жатқанымызға. Қазанмен тамақ жемейміз, тек қана суға салған, судан алған тамақты жейтінбіз. Енді қараңыз, әртүрлі компанияның продукцияларын іштім, менің давлением кетті, оған ешқандай не істемеймін. Денсаулығымның бәрін жөндедім, бірақтан да осы өтімдегі проблема. Қыстың күні қазғарда жей алмаймыз, плов деген нәрсені мүлдем жемейміз деген сияқты сондай. Менде қазір до и после 1 айдағы осы результатым тұр мына жерде. Өтімде осыда 17 январь күні барып түскен кезде обострение, прям уплотнение и қоюланып кеткен өтім. Маған срочно капельницаға жат немесе зондирование жасау керек деді. Өтім қатты қоюланып толып тұр деді, экскавать етуге болмайды. И басым былқылдап көтере алмай тұрған. 2 күн бальзамды 3 мезгілден қабылдадым, суды көбірек ішіп. Сон 2 күнде көзім ашылды. Четверг таңертең бастадым, пятница күні қайта көзім ашылды. Бишкекке барып осы компания туралы, өнім туралы толық врачтардан өз құлағыммен естіп келейін деп бардым. Сөйтіп барып келдім. Енді қараңыз. Сосын миома бар деді.